Сәлем достар, Үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Назарларыңызға ұлттық код ойынын таныстырамын. Мінекей сіздердің назарларыңызда сол ойынның алғашқы беті. Бұл ойынның ерекшелігі неде? Біртұтас тәрбие негізінде сынып сағатында, сергіту сәтінде, көңілді қоңырауларда, ырым, дәстүр, тарих, мұра, тұлға тарауларын қамти отырып, ата-аналар жиналысында, дөңгелек үстелдерде, әртүрлі тәрбиелік шараларда, тіпті сабақ барысында да пайдалансаңыздар болады. Бұл ойынның ерекшелігі интернеттің қажеті жоқ. Топпен жұмыс жүзеге асады. Бірден бағалай аласыздар. Ұлттық құндылық негізінде құрылған, және де бастысы өңдей аласыздар, яғни сұрақтарды сабаққа қарай, өздеріңіздің тақырыптарыңызға қарай жөндеп алсаңыздар болады. Егер де сіздерге дәл осы шаблон, дәл осы ойын қажет болатын болса, төмендегі жазылып тұрған телефон нөміріне хабарласуларыңызға болады. Сонымен, мінекей суреттердің өзі ерекше көріп тұрған шығарсыздар. Бұны жасанды интеллект маған дайындап берді. Дәл осындай суреттер жасағыларыңыз келсе, менің YouTube каналымда жасанды интеллект сурет салып береді деген сабақ бар. Соны тауып алып жасасаңыздар болады. Немесе осы сабақтың соңына сілтемесін қалдыратын боламын. Енді ырым, дәстүр, тарих, мұра, тұлға деген тараулар бойынша сұрақтар жасырынған, 7 ұяшық берілген, әр дұрыс жауап 1 балмен бағаланады. Және менің тышқаным сілтемесіне қарап тұрсаңыздар, мінекей осы бірінші топты басатын болсақ, яғни бұларға ұпай еншіленеді. Қас көреміз. Мысалы, бірінші сұраққа келейік. Ырым дегеніміз не? Сіздер де ойлана отырыңыздар, жауабын көрейік. Мінекей жауабы ұсынылып тұр. Артқа қайту үшін қыз балаларды басасыздар. Әрі қарай қайтып келдік. Мінекей бірінші нөмір боялды. Яғни бұл бос емес деген сөз. Екінші топқа айтасыздар, қандай нөмірді аласыздар деп. Олар мысалы дәстүр 5 алатын шығар. Дәстүр 5 ал кеттік, сұрағын көрейік. Қонақ кәде дәстүрінде қонаққа қойылатын талаптардың мәні неде? Оқушылар топ жауап бергеннен жауабын басасыздар. Мінекей жауабы тұр, салыстырасыздар. Басасыздар. Айтпақшы, ұпай еншілету керек. Екінші топта дұрыс жауап бер, бірінші топта дұрыс жауап берген болса, екінші топ дегенді басамын. Мінекей 1 ұпай. Бірінші топ дегенді басам, мінекей 1 ұпай. Жаңа мына сұрақ бос емес, яғни боялып тұр. Яғни бұл ұяшықты енді таңдамайсыздар деген сөз. Тарихқа келейік, 2-ні таңдайық. Тарих 2. Қазақтың тұңғыш ханы кім болды? Керей. Қыз балаларды басамыз. Бұл 3-ші топ жауап берді дейік. 3-ті басамыз. Енді мұра 4-ті таңдап көрейік. Бас ауырса бөрік ішінде, ал жалғасы, яғни мақал біздің мұрамыз ғой, бұл қол сынса жең ішінде дейді. Қыз балаларды басамыз. Бұл 4-ші топтың сұрағы делік, оларға да 1 ұпай еншіленді. Мінекей, мына жерде қайталап айтамын, сұрақтар қайсысы қарастырылды, олар қызыл түске боялды. Тұлға 6-ны таңдап көрейік. Не дейді? Ахмет Байтұрсынұлының маса жинағының негізгі идеясы қандай? Жауабы дегенді басасыздар. Маса халықты ояту, білім мен өркениетке жетелеу, әлеуметтік әділетсіздік сынау идеяларын көтереді деп айтылған. Тура осындай сапалы сұрақтар берілген. Көріп шықсаңыздар болады. Міне Бауыржан Момышұлының әскери стратегияларындағы ерекшелік неде болды? Кәнекей жауабын көрейік. Бұл тұлғаға қатысты. Мәскеу үшін шайқаста қорғаныс тактикасын жетілдірді деген сияқты. Қайтып келеміз. Мінекей 6-шы сұрақ бізде қарастырылды, қайтадан қызылға боялды. Енді оқушыларды 4 топқа қалай қызықты етіп бөлуге болады? Оған цифрлы платформаға жүгінсеңіздер дер едім. Ол Smart Watch деп аталады. Ол қалай жүзеге асады, осы сабақтан кейін салатын боламын. Егер де сіздерге басқа сұрақтарда қызықты болатын болса, төменде көрсетілген телефон нөміріне хабарласыңыздар. Сау болыңыздар!